Ең қорқынышты монстр. Достар. Бүгінде мұның аты деген сүмік. Баяғыда бір смук деген монстр болыпты. Ол әлемдегі ең қорқынышты монстр екен. Олай оның айнасы айтады екен, сен ең қорқынышты монстрсың деп. Смук бір күні үйіндегі бәріне ұрып барлығын есікті сындырып тастапты. Мен ең қорқынышты монстрмын осы жердегі деп. Сосын ол Амананда қорқыт түсті. Бақ түсті. Өбөттен от шығалады. Смук сосын тұрады да Чендлерге барады. Чендлер дейді да, Чендлерді ұстап алады да люстраға жібереді да құйрығынан ұстап алып. Чендлер, не, кім ең қорқынышты монстр деп сұрайды Чендлерден. Сосын Чендлер Смукқа айтады: кешірші монстр, Смук, кешірші мені. Бірақ ана жерде Фэнк бар, сол Фэнк деген сенен да қорқынышты сияқты дейді. Қайда Фэнк деп қарап қалса, Фэнк столдың астында тығылып отыр екен. Смук Фэнкқа жүгіріп барады да столмен көтеріп алып: Фэнк, сен ғой менен қорқынышты деп сұрайды екен Фэнктан. Фэнк: жоқ, мен емес, ана жақта Джоус пен Клаус бар, солар қорқынышты сияқты сенен дейді екен. Сонда Смук оларды тауып алып Джоус пен Клаусқа келеді. Джоус пен Клаусқа келсе, екеуі бір ойыншықты бір-бірінен тартып, менікі, жоқ менікі деп екеуі бір-бірінен тартысып жатыр екен. Сонда Смук тұрады да: Джоус пен Клаус, қайсың менен қорқынышты? Не, екеуі менен қорқыныштымын деп айтып жүрсіңдер ма не? деп айтады екен. Сосын Джоус пен Клаус: жоқ, Смук, прости, біз сенен қорқынышты емеспіз. Бірақ ана бір үй жақта, сенің үй жағында бір қорқынышты біреу бар дейді сенен да. Соған шынданған Смук лестницалармен жылдам жүгіріп шынданып үйіне барады. Үйіне барса, бір кіттай бөпе отыр дейді. Смук ойлайды: мынау кіттай бөпе ғой, бұл қалай шынында болады? Келші, бөпе деп келе жатса, бөпе тұрады да Смуктан сақалынан ұстап алып бүйтіп тартып жібереді. Оған жынданған Смук бөпенің манежін тұрады да бір тістеп алады. Манежі сынданған көрген бөпе шынданып кетеді да құлағынан түтіні шығып: Смук, мен деген алдында осьминоктың құйрығымен қабырғаға сурет салдым, Чендлердің бычын шығардым, кітаптар жыртыстадым, және бүкіл монстрларды мен қорқытып қойдым, түсіндің ба Смук деп айқайлайды екен. Сосын тұрады да бөпе: Смук, саған жылан деп үстіне үлкен жыланды төгіп жібереді. Жылан тұрады да: Смук, сен ба ең қорқынышты деп Смукты бүйтіп орап алады, тастап алады. Сосын Смук тұрады да: не деп тұрсың маған дейді, жыланның құйрығынан ұстап, жыланды домалатып доп қылып көтенінен бір тебеді да деп күліп жібереді екен. Сонда жыланды ұшырып жібергенін көріп қалған кіттай бөпе жылай бастайды: Смук, неге өлтіріп жібердің дейді. Сонда Смук шошып кетіп бөпені көтеріп қолына алады. Бөпені қолына алып атса, бөпе тұрады да дейді да Смуктың бетінен ұстап алады да бүйтіп бұрырады басымен. Сосын тұрады да мүйізінен тартады дейді: Смук деп. Сөйтіп тұрады да Смуктың үстіне барып бөпе деп осырып жібереді екен Смукқа. Смук деп осырықтың есіне түтін уланып деп терезеден құлап путенка тағып суға түсіп кетеді екен. Оны көрген Смуктың достары: давайте Смукқа көмектесейік деп бәрі жүгіріп келе жатады. Соны естіп қалғанына кішкентай монстр Смуктың үстінде тұрады да бар күшін жинап келіп деп осырып жібереді екен. Достарының бәрі тұншығып дейді. Смук жеңіліп қалады да не істерін білмей: мен мына бөпеден қашып құтылмасам болмас дейді да қашып кетеді Смук. Ал бөпе болса Смуктың арқасына фучик деп ілініп алады. Достары: Смук, қашпасайшы, артына ілініп кетті ғой бөпен, ілініп кетті ғой дегенге тыңдамай Смук үйіне қарай қашып кетеді. Үйіне келіп Смук деп айнаға қарап: айна, әлемдегі ең қорқынышты кім деп сұраса, айна айтады екен: ең қорқынышты сенсің, және сенің қасындағы бөпен дейді екен. Сол кезде бөпесі Смукты жақсы көріп бүйтіп құшақтап иығынан деп жатады екен. Смук та мәз болып қалады соған. Сонымен бітті. Күшік. Қандай кітап?